Баршаңызға сәлем. Бүгін барлықтарыңыздың сүйікті торттарыңыз көпе-пай тортын жасаймыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, бірінші жасағаннан шығады. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз. Ыстық судың үстіне қойып, немесе микроволновкада осылай ертіп аламыз. Енді жұмыртқамызды алып, ішіне шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Массамыз 2 есе ұлғайып, ағару керек. Міне осындай болу керек. Енді еріген шоколадымызды осының ішіне құямыз. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай болып шығу керек. Енді ситамызды қойып, үстіне ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді өткізіп аламыз. Ұнды, какаоны алдын ала өлшеп аламыз. Міне осылай болады. Енді осыны қайтадан миксердің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Массамыз осындай қою болып шығу керек. Міне осындай. Енді пергамент қағазымызды 4 бөлікке бөліп, формамызбен қысып, дайындап аламыз. Менде форма 22 сантиметрлік. Сіздер 24-ті де қолдансаңыздар болады. Пергамент қағаздың жақсысын қолдануға тырысыңыздар, болмаса корждарыңыз қатты жабысып қалуы мүмкін. Осылай 4 қағазымыз қойып, қысып аламыз осылай. Енді массамызды теңдей 4 бөлікке бөліп, жақсылап жайып, шетке қарай тартып жаямыз. градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Нәтижесінде мынандай корждар пайда болады бізде.
міне осындай 4 кож болады бізде. Соларды жақсылап суытып аламыз. Ыстық болмау керек. Кремімізді дайындап, алдын ала 3 пакетке салып аламыз осылай. Енді подложкамызды қойып, тортымызды жинаймыз. Торт жылжымаш үшін астына осылай креммен жағып қоямыз. Сол кезде тортымыз жылжып кетпейді. Шариктерін осылай жасаймыз. Шариктерді шет-шетіне шығып тұратындай етіп, осылай жасаймыз. Артылған кремін торттың бетіне жаға саламыз. Ганашымызды алдын ала дайындап аламыз. Сұйықтау болғаны дұрыс. Осылай подтектар жасаймыз. Осылай ағып тұру керек. Осындай болу керек тортымыз. Енді холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Бетіндегі крем шоколады қату үшін. Одан кейін кесіп, шаймен ше берсеңіздер болады. Міне холодильниктен шықты. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міне қараңыздар, разрезде осындай болады. Дәмі барлықтарыңызға белгілі, өте дәмді. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан шығады. Сіздермен болған Маржан, менімен болғандарыңызға рахмет.